Саламатсыз құрметті көрермен, бұл Аптамир бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Айгүл Даулыбай. Бүгінгі бағдарламада жұмыс аптасын қорытындылап, орын алған айшықты жаңалықтармен бөлісетін боламыз. Степногор Тау-Кен техникалық колледжінің студенттері енді бірегей жабдықта байытушы мамандығының қыр-сырын үйреніп меңгере алады. Республика күні қарсаңында колледжде алтын алмас алтын өндіруші компаниясының кәсіпорындарында металлургиялық зертханаларда қолданылатын жабдықтармен қамтылған заманауи ғылыми техникалық зертхана ашылды. Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі қызығушылық танытқан ынталы азаматтар үшін жеке жалға беру қорын бастамасын талқылауға арналған арнайы басқосу өткізеді. Дөңгелек үстел форматында ұйымдастырылатын жиын барысында коммерциялық жылжымайтын мүлік нарығының барлық қатысушысы аталған механизмді жетілдіруге байланысты өз ұсыныстарын білдіре алады. Ашық талқылауды өткізу 31 қазанға жоспарланып отыр. Нақты уақытымен өтетін орны қосымша хабарланатын болады. Мемлекет басшысының Павлодар облысына жұмыс сапарының қорытындысы бойынша азаматтық авиация комитеті тиісті жұмыстарды жүргізді. Осылайша 1 қарашадан бастап Қазақ Эйр авиакомпаниясы аптасына 4 рет жиілікпен әлеуметтік маңызы бар Астана-Павлодар авиамаршрутын іске қосты. Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі Қайырбек Өскенбаев Air Asia Aviation Group компаниясының өкілдерімен кездесті. Кездесу барысында екі тарап Қазақстан мен Малайзия арасындағы тұрақты жолаушылар тасымалы және жүк әуе қатынасы мәселелерін талқылады. Сонымен бірге авиакомпанияның бірінші кезеңде Куала-Лумпур мен Бангкоктан Алматыға әрбір бағыт бойынша аптасына 4 рейс жиілікпен және аптасына 3 рейс жиілікпен Астанаға ұшатын рейстерді іске қосу мәселелерін қарастырды. Апта көлемінде орын алған айшықты жаңалықтар осымен тамам. Амандықта жүздескенше.